Жаңартылған білім беру стандартын енгізу, физикадан білім беру бағдарламасын іске асыру жағдайында технологиялық инженерлік білім беруді дамыту. Келесі, жұмысымның мақсаты оқыту мен тәрбиелеудің нәтижесі көбінесе мұғалімдердің оқушылардың пәнге деген қызығушылығын оятып, білімге деген қажеттілігіне қарай оята алатындығын. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз, балалар. Ал енді бүгін жаңа тақырыпты өтпестен бұрын біз бүгінгі тақырыбымызды ашып алайық, иә? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы физика және информатика пәндері арасындағы байланысты көптіру тәсілдеріне есептер шығару. Тақырыбымыз жарық құбылыстарының жаңа қасиеттерімен танысу, сыну ұғымын көрсету, сыну заңы мен формуласын электрондық кесте көмегімен пайдалана отырып есептерді шығаруды ұйымдастыру. Сыну, одан кейін заңы, одан кейін бағдарламасы бойынша есеп шығару. Біздің тақырыбымыз ашылып тұр ма, балалар? Ашылып тұр. Жақсы. Ал енді бұл жерде жарықтың сынуы заңдары ғой, біздің бүгінгі тақырыбымыз, соны физикалық есептерді информатика пәнінде естиміз, Excel бағдарламасында есепті шығарамыз. Шығармастан бұрын біз Сократив бағдарламасына кіреміз, Сократив бағдарламасына кіреміз. Бәріміз кірдік па? Балалар? Ал кірсеңіздер, бұл жерде бізге 2 балл берілген, көріп тұрсыңдар тақтада, 2 балл берілді, 1 балымыз бізде 40-тан 51 аралығында, одан кейін тағы да 1 балымыз 60-тан 80 балл аралығында. Ал 2 баллды біз қоямыз 80-ден 100 балл аралығында. Жақсы ма? Ал енді кірсек, қазір уақыт беріледі. Сол уақыт аралығында сендер тестті тапсырасыңдар өткен сабақ бойынша. Жақсы ма? Ал бастадық онда. Уақыт берілді. Уақытта қарайсыз. Бастадық ба? Ал қазір тақтаға нәтижелеріңізді көрсетеміз. Егер тапсырып бітсеңіздер, телефондарыңызды жандарыңызға қойсаңыздар болады. Уақыт жақындап қалды, балалар. Уақыт жақындап қалды. Бітсе қоямыз. Жақсы. Бәріміз тапсырып. Рахмет. Сіздерді мына тапсырған тесттарыңыздың нәтижесі, балалар. Мына Аружан 100 балл алды, жаңа Дария 100 балл, арасында Диас 70 балл. Мына үй тапсырмасы бойынша сіздердің дайындық көрсеткіштеріңіз мынандай балмен шектеліп тұр. Жақсы. Енді мына жаңа айтып кеттім ғой, 1 балл кімдерге тиісті деп, сол балдар 80 балл мен 100 балл аралығында алғандар 2 балл аламыз, ал қалғандарымыз 1 балл аламыз. Келіп жылдам балдарыңызды алып кетсеңіздер, өздерінің ана көрсеткіш бойынша. Көрсеткіш бойынша алып өтеміз. Жақсы. Жақсы. Көріп тұрмас еді. Жақсы. Сен көрсеткішін көрмей жатыр. Қарайсың. Ортақ мәні бізде қанша болып тұр мына жерде шақырса? 19,58 екен. Ал бізде формуламыз АТ 4. Бүгінгі тәжірибе жұмысымыз бізде номер 5-ші денелердің шеңбер бойымен қозғалысы. Бүгінгі тәжірибе жұмысымыз бізде номер 5-ші денелердің шеңбер бойымен қозғалысы. Шеңбер бойымен қозғалған кезде біз конус болады. Мұнда жейдің мәніміз қаншаға тең? 9,8-ге тең, оны жоқтағанда 8 болады ғой. Ал арқарай одан эпсилонды табатын болсақ, одан 0,5-дай. Өйткені біз 9,8-ді 0,100-дан ортақ мәні бізде қанша болып тұр мына жерде шақырса? 19,58 екен. Ал бізде формуламыз АТ 4.